Баршаңызға сәлем. Сіздермен тілгеспек жоқ. Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Кеше денсаулық сақтау министрлігінің кезекті бір сарынды брифинг өтті. Бүгінгі шығарылымда онда айтылған мәселелер туралы 21.250 теңге және міндетті маска кию режимі туралы сөз қозғайтын боламыз. Бірақ бастамас бұрын сізден осы каналға жазылып, видеоға лайк басып, бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Бастамас бұрын қазақша жаз атты жобамен таныстырғым келеді. Қозғалыстың басты идеясы әлеуметтік желіде тек орыс тілінде ақпарат беріп, клиент сұрағына тек орыс тілінде жауап беретін компаниялардан қазақшада жазуын талап ету. Осылайша олар өздерінің тұтынушы құқығын талап етумен қатар қазақ тілді аудиторияның да құқығын қорғайды. Олар пікір қалдырғанда сыпайы болып, әзілмен сөйлеу арқылы ерекшеленеді. Сіз де олардың қатарына қосылсаңыз болады. Бастысы ережелерімен таныс болып, заң мен этика шеңберінен аспағаныңыз абзал. Сонымен естеріңізде болар. Тоқаев бұған дейін үкімет басшыларына 2 апта уақыт беріп, елдегі жағдайды оңалтыңдар, не отставкаға кетесіңдер деген болатын. Уақыт өтті. Қызығы елде жағдай тұрақтандырылды деген хабар бар. Алайда статистика бойынша коронавируспен тіркелгендер саны бойынша Қытайды басы осып тұрмыз. Әрі күнделікті тіркеліп жатқан 1600-1700 адам да аз емес. Бұл жағдайды бір қалыпта ұстау үшін карантин тағы да 2 аптаға созылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі былай депті. Шілдеде енгізілген шектеу шараларының оң әсерін сақтау үшін және Қазақстан мен көршілес мемлекеттердегі эпидемиологиялық жағдайдың күрделенуі мүмкіндігін ескере отырып, Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік комиссияға карантиндік шараларды 2 аптаға созып, кейін кезең-кезеңімен жұмсартуды тапсырды. Онымен қоса биліктің бір-бірінен түк айырмашылығы жоқ бір сарынды брифингі тағы да болып өтті. Тек негізгі мәселелерге тоқталып өтсем. 42.500 теңгеге халықтың көбінің қолы жетпеді. Қалай өмір сүреміз деп отқанда, мейірімді билік карантинді 2 аптаға созған үшін 21.250 теңге береміз деді. Мұның қисыны мынада. Карантин жарты айға созылғандықтан сәйкесінше төлем 42.500-дің жартысы болады. Бұл қаржыны алушылар сағаты өзгермейді, яғни карантин уақытында табысынан айырылғандар алуы қажет. Бұған дейін төленген 42.500 теңге ең төменгі жалақы деңгейінде еді. Ал оның жартысы отбасын асырап отқандарға жете ме жетпей ме, сірә оларды қызықтырмайды. Бұл уақытқа дейін маска тағуды тек жабық орындарда міндеттеген Цойдың шешіміне елдің бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова өзгеріс енгізді. Оның шығарған қаулысында былай делінген: халыққа маска тағу міндетті. Барлық адамдар жабық жерлерде болған кезде дәріхана, дүкен, кеңсе, медициналық ұйым, халыққа қызмет көрсету ұйымы және тағы басқа. Сондай-ақ көлік пен көшеде сау адамдар COVID-19 күмәні бар адамдарға көмек көрсету кезінде коронавирустық инфекцияға ұқсас аурудың белгілері бар адамдар безгегі, жөтел, түшкіру. Көшеде маска тағып жүруді міндеттегені биліктің ең сорақы шешімі емес. Цойдың айтуынша, көшеде спортпен айналысып жүргендер де, емізулі нәресте де маска тағу керек. Үлкендерге арналған масканың резинкасын қысқартып, немесе оларға арнап дәкеден тігіп беруге болады ғой деп, Цой өзінің шағын ақылын айтып қалды. Осы сәтте Жапониядағы педиатрлар ассоциациясының айтқан кеңесі еске түседі. Коронавирустың таралуына қарамастан 2 жасқа дейінгі балаларға маска тағу қауіпті. Балаларда тыныс алу жолы тар болғандықтан тыныс алуды қиындатады, әрі күн өту қаупін көбейтеді. Мұндай қауіптердің болу мүмкіндігін қарастырмаған секілді. Әрі жүгіріп спортпен айналысатындардың да тыныш жетпеу қаупі болатынын ескермеген. Естеріңізге салсам, жеке адамға маска кимегені үшін салынатын айыппұл 83 мың теңге. Денсаулық сақтау министрлігі ешқандай негізсіз шектеу енгізіп, немесе алып тастай алады. Себебі алдыңғы карантиндегіден жағдай жеңілдеді. Бұған дейін карантин тек 3 тамызға дейін еді. Тоқаев келді де әдеттегідей уақытын өзгере салды. Ал бұл тек жағдайды тұрақтандыру үшін. Бұл нені білдіреді? Билік қалаған уақытта еш түсініктеме бермей, карантинді ұзарта алатынын білдіреді. Бір-бірінің сөздеріне қарама-қайшылық көп екендігіне қарап, Цойдың шешіміне Тоқаевтың
көп араласуын көруге болады. Бұл брифингте де халықты айыптамай өтпеді. Ералы Тоғжановтың айтуынша, олардың эксперттері мынандай тұжырымға келіпті. Ковидті жеңудің 70% тікелей қазақстандықтардың санитарлық нормаларды сақтауына байланысты. Медициналық көмек, былай айтқанда, үкіметтің жауапкершілігі 30% ғана. Халықтың кей нормаларды сақтамайтыны рас шығар. Алайда бұл уақытқа дейін биліктен қателік үшін қызметінен кеткен адамдарды көрмедік. Одан басқа елде жағдайдың оңалып келе жатыр деуі шенеуніктердің отставкаға кетпейтіндігінің белгісі. Барлығы жылы орындарын сақтап, әрі қарай қызметтерін жалғастыра бермек. Қызметін ауыстырғандар ішінде тек Ерлан Карин бар. Ол енді мемлекет басшысының кеңесшісі емес, президенттің көмекшісі қызметіне орналасты. Әрі Тоқаев республиканың денсаулық сақтау министрлігінің жауапты хатшысының орнына басқа адамды, яғни Әсем Нүсіпованы тағайындады. Елдегі жағдай және карантин туралы менің пікірім міне осындай. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыз.